Kur'an'da әрине Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbike ellezî halak. Sadaqallahul azim. Oku jaratkan Rabbinin atымен oku dep kelетін ayat. Бұл және көптеген ғалымдар алғашқы түскен аят деп қарайды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде талабул илми фаризатун ала кулли муслимин ва муслимат. Әрбір әйел мұсылманға ілім алу фарыз дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде. Демек, әрбір мен мұсылманмын деген әрбір әйел азаматшаның ілім алуы парыз. Қай нәрсені де ілімсіз бастау, қай нәрсені де бастауы ілімде екенін бұл жерде Құран анық аятында көрсетіп тұр. Демек, қай істе де білімсіз қойып кету ол көрсөқұрлық болып есептеледі. Кешегі бабаларымыз да, кешегі үлкен аталарымыз осының барлығын біліп, жерде мінекей қазақ даласындағы ашылған медреселер, қазақ даласында көптеген ишан моллалардың қызметі, еңбектері осыны дәлелдесе керек. Бір кездерде Ыбырай Алтынсарин атамызда өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деп, мінекей ілімнің, білімнің үлкен деңгейге жеткізетінін бізге осылайша дәлелдеп отыр. Басында да өнер білген адам, білім білген адам қай кезде де, қай нәрсеге де қол жеткізе алады. Мінекей сол 19 ғасырдың аяқтарында мінекей айтылған осы бір нәрсе бүгінде шынында да іске асырып жатқандай. Тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден деген қарап отырсаңыздар, жылдам хабар алғызды деген сөзі. Мінекей бүгінгі таңда телефон, бүгінгі таңдағы мінекей пойыздың, қаншама техниканың, технологияның алға қарай кетіп жатқаны, жылжып жатқаны, осы сол кездерде бабаларымыз біліп, осыны пайдасын ескеріп айтып жатыр. Мінекей демек, бұл білім алудың әрбір мұсылман үшін, әрбір адамзат үшін маңызы өте зор. Яғни қазақта сөз бар, жаңағы тауық сойса да қасапшы сойсын деген сөз бар. Басқаша бір мағынада тағы бір келеді. Бірақ сол, оның да сол маманы, оны да жаңағы оны білетін өзінің адамы болмаса, шынында да бірдеңені білмей қойып кету, бірдеңені білмей іске асыру, ол да өте қателік. Ал енді кешегі абайлар, кешегі жаңағы шәкәрімдердің, оның ар жағындағы біздің өңіріміздегі үлкен ишан молдалардың, оққан сауатты үлкен тұлғалардың білімге деген құштарлығы, білімге деген жаңағы орны, олардың кейінгі уақыттардағы жастарды тәрбиелеуі, осының барлығы білімнің маңызын тағы да көрсетіп отыр. Кешегі мына өзіміздің Темір өңіріндегі Досжан Қазіреттің бір ғана медресесінен 2000-нан астам шәкірт тәрбиеленіп өсуі, ол жерде тек қана шариғи ілімдер емес, сонымен бірге математика, тағы да басқа тарих, басқа да қаншама тіл білімдері осы біздің медресенің өзінде үйретіліп оқытылды. Мінекей содан шыққан қаншама шәкірттер, ишандар кешегі мінекей қазақ даласына үлкен еңбектерін сіңірді. Өкінішке орай, сол медреселер кешегі большевиктердің солақай саясатының арқасында жаңағы себебіменен жабылды. Мәселен, Досжан Қазіреттің өзінің қолымен салып ашқан медреселері 27-ші жылы толық жабылып қызметін тоқтатты. Сонда қызмет еткен ұрпақтары қаншама ишан молдалар қудаланды, атылды. Яғни ненің жолындағы, осы ғылым жолындағы, ілім жолындағы үлкен тұлғалар, кешегі Ахметтер, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, мінекей Міржақып Дулатов, біздің міне Құдайберген Жұбанов, Ахмет Жұбанов аталарымыз мінекей қаншама осы білімді болған үшін, осы елге үлкен жаңағы қызмет етті, осы білімнің арқасында. Сондықтан келесі ұрпақ мінекей сіздердің, біздердің қолымызда, осы тәуелсіз елдігіміздің мәңгі жасауы, ұзақ тұруы, осы ұрпақтың білімді болуының, мәдениетті, иманды болуының арқасында ел не қылады, мәңгі жасайды.